Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге горохтан жасалатын дәмді әрі пайдалы сорпаның рецептісін ұсынамын. Бұл рецепт менің отбасымның ең сүйікті рецепті деп айтсам да болады. Өте дәмді әрі жылдам піседі. Тауық етінен дайындайтын боламыз. Бұл жерде 500 грамдай тауық еті бар, сүйегімен бірге. Енді сарымсағымызды турап алатын боламыз. Пиязымызды видеода көріп тұрғандарыңыздай. Сәбізді домалақ етіп турап алдым. Өз қалауыңыз бойынша турасаңыздар да болады. Менің жасап жатқан бұл сорпам 4 адамға молынан жетеді. Мінекей барлығын алдын ала турап дайындап қойсақ, енді тамағымызды пісіруге кірісеміз. Тауық етін мінекей осындай үлкен көлемде турап алдым, өте ұсақ болмасын. Енді газымызды, қазанымызды қойып қыздыратын боламыз. 20 грамм сұйық майымызды құйып, қызғаннан кейін жуамызды салатын боламыз. Сарымсақпен бірге қуырамыз. Маған үнемі осы горох сорпасына алдыменен осы сарымсақ пен жуаны қуырып алған ұнайды. Сонда сіздің етіңіз пісіріп жатырған жабыспайтын болады қазаныңызға. Қызарып бастап жатырған кезде мінекей тауығымызды салып, араластырып, қуырып алатын боламыз. Өте қатты қуырудың қажеті жоқ, шамалы қуырсаңыздар жеткілікті. Осының үстіне туралған көкөністерімізді саламыз. Барлығын біркелкі жақсылап араластырып, үстіне горохымызды салып, бұл жерде менде 200 грамм горох. Жақсылап жуып алғаннан кейін барлығын бірге 2-3 минуттай араластырып қуырып алатын боламын. Содан кейін үстіне томат пастасын қосып, 1 шай қасық толтырып тұз салдым. Менің бұл жерде етім тұздалған болатын. Барлығын біркелкі жақсылап араластырып аламыз. Осының үстіне енді қайнаған суымызды құямыз, 1,5-2 литр шамасында. Жарты сағат қайнататын боламыз бұл сорпамызды. Қақпағын жауып, қайнауын күтеміз. Мінекей қайнап жатыр. Енді бастапқы осы бетіндегі бірінші көбігін барлығын түгелдеп алып тастауға тырысамыз. Әрі қарай қайнатуды жалғастырамыз. Қақпағын толықтай жауып тастамаңыздар. Баяу отта қайнататын боламыз. Мінекей жарты сағат көлемі өтті. Қарасаңыз, горохымыз біздің жарылыпты. Енді ішіндегі еттерімізді теріп алып, қазір осы сорпамызды блендермен езетін боламыз. Оған дейін тауықтың жаңа еттерін барлығын алып қоямыз бөлек ыдысқа. Міне барлығын осылай бір ыдысқа бөлек алдық. Енді блендермен осының барлығын езіп шығатын боламыз. Суп пюре дайын болады мінекей. Өте қою да емес, өте сұйық та емес. Керемет болып шығатын өте дәмді суп. Енді блендермен езіп болсақ, 5 минутқа кері газымызге қойып,
бір қайнатып аламыз. Қайнап бастаған сәтте газымызды сөндіріп, ыдыстарымызға құйып ұсынсаңыздар болады. Балаларға да, үлкендерге де ұнайтын бұл сорпа өте дәмді болып шығады. Жасап көруге кеңес беремін. Еттерімізді салып ұсынсаңыздар болады. Өте дәмді болып шығады бұл рецепт бойынша. Достар, егер менің видеом сіздерге ұнап жатырса, арнама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Замира. Астарыңыз дәмді болсын.